саламатсызбы? Біздің ғылыми жобаның тақырыбы бұл отбасылық бюджетті есептеу. Біз 7-ші А сынып оқушылары Қайжан Нұрлы және Буркут Фатима. Бұл жобаның жетекшісі орынбасарова Гүлнар Шыныбайқызы. Біздің мақсатымыз отбасылық бюджет деген не екенін білу және де оған қатаң заң ұсыну. Бұл жобаның өзектілігі отбасылық бюджетінің құрылымын анықтап және оның қалыптастыру мәселесін шешіп, оның жетілдіру жолдарын табу. Отбасылық бюджет біздің қаражатымызға қарап жүруге және де оның қайда бара жатқанын білуге, соған қоса өзіміздің қарызсыз және де лайықты өмір сүруге көмектеседі. Біздер осы жобаны негізге ала отырып, 7-ші А сыныбының оқушыларына өз отбасылық бюджетінің шығыстарын кестеге жазуға тапсырма берген едік. Осы шығыстарға біздер айналым шығындар, коммуналдық қызметтер, азық-түлік шығындарын, несие, депозит және ойын-сауық шығындарын алған едік. 7-ші А сынып оқушылары берген мәлімет бойынша біз кесте құрдық және де бұл кесте арқылы біз орташа пайызды есептеп, диаграмма құрдық. Бұл диаграммада ең көп пайызын алатын бұл азық-түлік болып келеді, ал ең аз пайызын алып келетін бұл депозит болып келеді. Ендеше әрқайсына тоқтала кетсек, бірінші азық-түлік бұл диаграммада 33% алып тұр. Бұл үлкен пайыз. Оны әлдеқайда кішірейтуіміз керек. Оны осындай шешімдермен кішірейте аламыз. Біріншіден біздер супермаркеттен жоғары бағадан алғаннан көрі, базарлардан төменгі бағадан азық-түлік алған әлдеқайда жақсырақ болады. Және екіншіден бағалардың төмендеуімен, жеңілдіктермен акцияларды үнемі қарап тұруымыз керек. Және де үшіншіден бірден оптым бағада алуымыз қажет. Және несие қазіргі уақытта 21% алып тұр. Біздің ойымызша несие өте көп пайызын алып тұр. Несиенің деген себебі бұл маркетингтің құрбаны болу. Мысалға алса Каспий жұмалы, ең бірінші Каспий жұманың бағасымен салыстырып көрсек, iPhone арзанырақ тұрады. Сол себепті бұл бізге өте тиімсіз және де біз ұтымсыз жағынан боламыз. Ал сатушылар ұтымды жағынан бола алады. Қаржылық мақсаттарда жоспарлау үшін біз сізге кесте құрдық. Бұл кестеде біздің мақсатымыз және де сомамыз, мерзімі және де ақша жинау мүмкіндіктері. Біз мысалы алсақ жиһаз, ол 300 мың теңге тұрса, біздің мерзіміміз бұл 10 ай болады және де 10 айда бұл ақшаны жинау үшін біз әр ай 30 мың теңгені салып тұрса, біз өзіміздің мақсатымызға жетеміз. Және де айнымалы шығындар қазіргі уақытта 14% алып тұр. Біздің ойымызша бұл жақсы және де орташа пайыз болады. Және де бұны азайту үшін біздің ұсынысымыз бұл қазіргі уақытта хит болып жатқан Қытай сайттары болып келеді. Бұл Қытай сайттарына біз Пиндода, Таобао және тағы да басқа сайттарды фильтре аламыз. Бұл сайттардан бұл сенімді сайттардан біз өзімізге керек заттарды, киім-кешекті және де тұрмыстық керек заттарды өзімізге сатып аламыз. Және де бұл сайттарда бағасы өте төмен. Сол себепті бұл бізге өте тиімді және де ұтымды болады. Келесі бізде коммуналдық қызметтер, ол диаграммада 13% алып тұр. Коммуналдық қызметтерге біздер свет, су, интернет және газды жатқызған едік. Ол 13% ол өте жақсы көрсеткіш, бірақ оны біздер әлдеқайда төмендете аламыз. Біріншіден біздер су мен светті үнемдеуіміз керек. Светті керек емес бөлмелерде жарығын өшіріп жүруіміз және су крандарын үнемі жауып жүруіміз керек. Ойын-сауық қазіргі уақытта 10% алып тұр. Бұл 10% біздің ойымызша жақсы және де орташа пайыз болып келеді. Бірақ біз осы ойын-сауыққа кафе, ресторан, той садақа және де балаларды ойнайтын жерлерге апару деп санаймыз. Және де бұл жақсы пайыз болғанмен біз бұл пайызды одан да кішірейте аламыз. Келесі депозит диаграммада 9% құрайды. Бұл өте кішкентай көрсеткіш, оны үлкейтуіміз керек. Біздер алда осыған дейін айтып кеткен айнымалы шығындар, несие, азық-түлік пайыздарын азайтып, оны депозитке салсақ, бұл бізге үлкен пайда әкеледі. Себебі депозит болашақта әр адамға керек болады. Сондықтан оның пайызы 20%-ға үлкейе алады. Ендеше біздерден сіздерге ұсыныстарымыз бар. Әр адам өзінің бюджетін жақсы
қалыптастыру үшін әр күн сайын өз бюджетіндегі кірістер мен шығыстарын бақылап отыру керек. Осы арқылы біздер қай жерде артық кетіргенімізді және қай жерде ақшамызды үнемдей алатынымызды бақылай аламыз. Отбасылық бюджетті сақтау бұл қазіргі уақытта өте пайдалы нәрсе болып келеді. Және де отбасылық бюджетті біз әр уақытта өзіміз қадағалап жүрсек, және де біз өзіміздің бюджетімізді сақтап, және де оны жақсартуға көмектесеміз. Және де соған қоса біз өзіміздің ұстанымымызға ұстансақ, біз өзіміздің бюджетімізді, қаражатымызды тиімді пайдаланып, алдыға өткіземіз. Және де соған қоса біз депозитке ақша салуды үйренеміз де, оның пайыздарын өте қатты көбейте аламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.